белінің ішінің ауырсынуына шағымданады. Жалпы обезболивающий сұрап отыр. Бел омыртқасы остеохондрозының салдарынан күнделікті кетотопты қабылдап жүреді. Әсіресе өзінің қызы күнделікті бұлшық етке енгізіп отырады. Қан қысымын өлшеген кезінде 80-де 40 қан қысымы. Сосын сұраған кезде жауабы жалпы әлсіздік пайда болып тұр және таңертеңнен бері өзінің іштің ауырсынуына шағымданады. Ары қарай не сұралды? Ары қарай туалетке қалай бардыңыз? Үлкен дәретке. Қара түсті болды, ректальный тексеруге тура келді. Бұл жерде қара түсті. Яғни бір сөзбен айтқан кезде асқазан ішек жолдарынан қан кетуінің анық белгілері байқалды. Бірден катетеризация ауруханаға жеткізілді. Жедел жәрдем бригадасы болсын, өзімізде хрониктер болады, күнделікті дәрілік препараттар енгізіп отырамыз. Мысалы, кетотопты айтатын болсақ, күнделікті дозировкасынан асып кетті мысалы. МПВС нестероидный противовоспалительный препараттарды жалпы күнделікті қабылдаудың салдары, немесе мөлшерден артық қабылдаудың салдары міндетті түрде асқазан жарасына алып келеді. Бұның салдары не болып тұр? Асқазан ішек жолдарынан қан кетуіне алып келіп отыр. Және жедел жәрдем бригадасымен барған адамдар болсын, кез келген медиктар болсын, бүгін қандай дәрілік препараттар қабылдағанын, қанша мөлшерде қабылдағанын сұраңыздар. Себебі кез келген дәрілік препарат мөлшерінен артық қабылданатын болса, ол уытты әсер көрсететіні белгілі. Мысалы, қызды салып отыр, уколды келіп, күнделікті ауырсынуды басып отыр, нәтижесінде өзін жалпы жағдайын асқындырып отыр. Сол үшін бұндай шақыртулар міндетті түрде мұқият тексеріп қарауды талап етеді негізінде.